Мигрень өте кең таралған неврологиялық ауру. Және қазіргі уақытта ол біздің бос емес өмір салтымызға байланысты жиі кездесіп келеді. Бұл бізге физикалық және психикалық демалуға өте аз уақыт береді. Мигрень бұл практикалық тұрғыдан толықтай емделетін жағдай. Ол үшін мигренді ауру ретінде емес, нашар өмір салтының белгісі ретінде қарастыруымыз керек. Егер сізде мигрень болса, орындауыңыз қажет өте қарапайым нәрселердің бірі. Түнде уақытында ұйықтауға жатқаныңызға көз жеткізу. Кешкі астың идеалды уақыты кешкі 7:30. Сіздің ұялы телефоныңыз, теледидарыңыз, компьютеріңіз, шамдарыңыз бәрі өшірілетін идеалды уақыт 8:30. Сіз 9-да төсекке жатуыңыз керек. Сіз 9:30-да ұйықтауыңыз мүмкін, немесе 3:30-да ұйықтауыңыз мүмкін. Бұл маңызды емес. Төсекке жататын дұрыс уақыт бұл сіздің қолыңызда. Ұйқы келгенде әрине, бұл Құдайдың қолында. Бірақ сіз уақытында төсекке жатқаныңызға көз жеткізуіңіз керек. Өтінемін, тамағыңызды уақытында қабылдағаныңызға көз жеткізіңіз. Тамақтың мөлшері маңызды емес, бірақ оның уақытында келуіне көз жеткізіңіз. Себебі ораза және аштықтың өзі мигреннің ауыр қоздырғышы болып табылады. Кофе мен шай сияқты стимуляторлардан аулақ болу. Кофе, шай, шоколад, алкоголь, темекі шегу, пан, кальян және барлық темекі өнімдері, супари бәрі мигреннің өте жаман қоздырғыштары. Және қатты шу, қатты музыканы тыңдаудан аулақ болыңыз. Менің ұсынысым, егер сіз мигрень науқасы болсаңыз, құлаққаптарды мүлдем қолданбау. Күшті иісті парфюмерияларды қолданудан аулақ болыңыз. Агарбатти, хош иісті таяқшалар және басқа күшті иіс шығаратын заттардан аулақ болыңыз. Және соңғы қадам, дәрі-дәрмектерді үнемі қабылдау. Сондықтан егер мигренді емдеу жауапкершілігі толықтай науқасқа жүктелсе, мигренді емдеуге болады. Егер сіз мигренді тек кейбір дәрі-дәрмектермен емдеуге болады деп ойласаңыз, және невропатолог қаншалықты білікті болса да, сізді көңілсіздік күтіп тұр. Сондықтан мигрень бұл ауру. Аурудан гөрі бұл нашар өмір салтының белгісі. Емдеу осы жерден басталады. Егер өмір салты жақсы болса, менің жұмысым өте жеңіл болады. Және менің жұмысым өте жеңіл болғанда, сіз емделуді мүмкіндігінше ерте аласыз.